Армысыздар, құрметті қазақ елім, Ермек Албан, Алаш аландар қозғалысынан. Бүгін 2 ақпан 2022 жыл. 2,5 жыл бойы осы үндеуімді WhatsApp чаттар арқылы таратып келе жатырмын. Бүгін бүкіл қазақ халқына осы үндеуімді жолдап отырмын. Мына өз өмірімізді жақсы жаққа өзгерту үшін сол 100 амалдың ең үлкен амалдарының бірі, ол бір уақытта жаратушы ием Алла тағаладан дұға тілек жасау. Күнде сағат 12-де Алматы уақытымен түскі 12-де жаратушы ием Алла тағалаға шын жүрегімізбен, ниетімізбен, өз ана тілімізде дұға тілек жасасақ. Кім қайда жүрсе де 1-2 минуттың уақытын бөліп. Бірінші, қазақ елім, жерім аман есен болсын. Екінші, бүкіл қазақ қарзымыздан құтылайық. Үшінші, бай бақытты мемлекет болайық. Төртінші, жүрегінде иманы бар, елім, жерім деген президент келсін бізге. Бесінші, Қытайдың ауруынан жауларымыздан сақтасын. Алтыншы, биліктегі сатқындардың бәрі кетсін. Жетінші, қазақ халқының рухы көтерілсін деп күнделікті сағат 12-де Алматы уақытымен дұға тілек жасап отырсақ, жаратушы ием Алла тағаладан. Жаратушы ием Алла тағала ол дұға тілегімізді қабыл жасаса, көп нәрсені өзгерте аламыз. Халық деген Құдайдың бір есімі. Сол үшін осындай қиын кезеңде әр қазақ өзін ғана ойламай, бүткіл қазақ халқын ойлап, елім, жерім деп жүрген, еңіреп жүрген қазағым, осы үндеуді бәріне таратыңыздар. Күнделікті бәріміз жүрегімізбен, ана тілімізбен жаратушы иемнен бір уақытта дұға тілек жасап отырайық. Осы бейне жазбаны көбірек таратуларыңызға өтініш жасаймын. Аман болайық, бір болайық қазағым.